Сіздерге қараңыздар, нақты фактпен көрсетейін. Міне Думанның қажет каналында 5 каналдың біреуі біздегі Думанның өз каналы 57 теңгемен басталған. Думан екеуміздің сұхбатымыз. Қараңыздар, 135 қана просмотр болған басында. Одан кейін қазір шүкір, міне қараңыздар, бір видеоның өзінен уже 57 теңге емес, қаншама айдың, қаншама жұмыстың жемісі уже 28 мың бір видеодан, 11 мың көрілген видеодан 28 мың теңге түсіп тұр. Бұдан шығатын қорытынды: ютубтан бірден күшті ақша тауып кетпейсің. Ютубтан бірден байып кетпейсің. Бірақ ақырындап өсесің. Басында просмотр аз болады. Бірақ қараңыздар, қазақ тілді сұхбаттарға, қазақ тілді видеоларға өйстіп просмотр үшін ақша аласыздар. Бұл сұхбаттарды ғана көрсетіп отырмын ғой. Бізде бір видеодан 60 мың, 80 мың түскен дүниелер де бар. Мынау енді бір ғана арнаныкін көрсетіп отырмын мен қазір. Сол үшін YouTube бастайым дейтін жандар бірден бай болып кетем демей, дисциплина, тұрақтылық, басында аз ақша табасыз, істей бересіз, өзіңіздің стиліңіз қалыптасады деген сияқты оқырманыңыз жиналады. Сол кезде жақсы ақша таба бастайсыздар. Кім әлі YouTube'ды меңгере алмай жүр, түсіне алмай жүр, бізде қажет приложениемізде YouTube сабағы бар, және тағы да американский YouTube сабағы да түсірілді. Қазіргі таңда монтаж жасалып жатыр, оны да саламыз. Бәрі үшін 15 мың теңге. 15 мың теңге төлейсіз, қазақстандық YouTube'ды да, америкалық YouTube'ды да барлығын меңгересіз. Сосын осылай ақша табасыз алдағы уақытта. Кім қажетке тіркелгісі келеді, 15 мың теңгемен білім алғысы келеді, профилде осы инстаграмның негізгі бетінде сілтеме тұр, соған басып қалсаңыздар біздің WhatsAppқа өтесіздер, хабарласыңыздар.